Сәлематсыздар ма оқушылар? Әдебиеттік оқу пәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы таза бұлақ. Ыбырай Алтынсарин. Біздің сабағымыздың мақсаттары сөйлеу барысында мақал мәтелдерді, нақыл сөздерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану. Шығармадағы кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс-әрекетіне, ондағы оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын болжау. Балалар, біздер бұрыннан білеміз, Ыбырай Алтынсарин қазақ әдебиетінің атасы, ұлы педагог жазушы. Ол 1841 жылы Торғай жерінде дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин ата-анасынан жастайынан айырылған. Атасы Балғожа бидің тәрбиесінде болған. Торғайда, Қостанайда мектеп, училище, лицей, интернат ашқан. Мақсаты ұстаздық қылу, мектеп ашу, балаларды оқыту болды. Сонымен Ыбырай Алтынсарин балалар аудармашы, жазушы педагог, ақын, тәлімгер, оқулық авторы, ғұлама ағартушы, қоғам қайраткері және балалар әдебиетінің атасы екен. Енді балалар, мына суретке назар аударайық. Қалай ойлайсыңдар? Суретте не бейнеленген? Әрине, бұлақ. Дұрыс айтасыңдар. Бұлақ дегеніміз не? Бұлақ қандай болады? Бұлақтың суының пайдасы қандай? Бұл туралы білгілеріңіз келсе, төмендегі бейне роликке назар аударыңыздар. Біз енді өзге де тақырыптарға ойса отырсақ, әлемдегі ең таза су Зәмзәм суы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2014 жылғы мәліметі бойынша әлемдегі ішуге пайдалы ең таза судың бірі дәл осы. Зәмзәм суының басқа сулар қарағанда құрамында күкірті аз, құнарлы минералы көп болып келеді. Ал бұлақ суының адам ағзасына тигізер пайдасы қандай? Алдағы бейне көріністен біле отырайық. Бұлақ суының өзге ауыз суларынан ерекшелігі сол, құрамындағы барлық табиғи қасиеттері сақталады. Яғни бірнеше грунт қабаттарынан жер бетіне жеткенге дейін өздігінен сүзгіден өтіп, таза қалпында келеді. Сондықтан болу керек, Алматы маңындағы мына бұлақтан су алатын жандар аптаның қай күнінде де толастамайды. Өйткені олар судың емдік қасиеті мол екеніне сенімді. Бұл жерде Қазақстанның түкпір-түкпірінен шетелден де адамдар келіп демалып, осы судан дәм татады. Мен мына немерем туғалы краннан су ішкізбей, осы жерден су ішіп бағып отырмын. Міне немереміз жақсы өсіп келе жатыр, судың пайдасы зор. Бұлақтың суы деген ол Зәмзәм суы. Қондай дәмді іше бергің келеді, таза. Дәрігер мамандарда ең дұрысы таза бұлақ суын ішу дейді. Бірақ олардың барлығы бірдей, таза болуы мүмкін бе? Бұлақ суы кей жағдайда зиянды болуы да мүмкін. Ол қай кезде? Біріншіден, ол 60 метрден төмен тереңдікте келінетін жердің бетіне түсетін болса, ол құрамында оның оттегі төмен болады. Ондай суды мысалға үнемі тұтынатын болса, үнемі ішетін болса, ол тіптен әртүрлі онкологиялық ауруларға да алып келуі мүмкін. Сондықтан кез келген бұлақ суын тұтынар алдында оның санитарлық ережелерге сай екенін анықтап алу қажет. Және судың шыққан жеріне де мән беріңіз. Мәселен, бұлақ суы зиянды қалдықтар түспеу үшін өнеркәсіп орындарынан шалғай жерде орналасуы қажет. Және жер бетінен неғұрлым төмен болғаны абзал дейді мамандар. Егерде ол тексерілген арнайы су болса, ол әрине көптеген аурулар. Мысалы, асқазан ішек жолдарында. Егер ол көбінесе сілкілік сипаттағы болатын болса, онда асқазан ішек жолдары гастрит, холецистит, өт жолдарының іркелуі сияқты, энтерит, ішек аурулар сияқты өте осындай ауруларға пайдалы. Сондай-ақ халық Зәмзәм атаған бұл су көптеген тері ауруларын емдеп жазады. Бұлақ көздерінен біз күнделікті тұтынып жүрген минералды суларды алынады. Тек қосымша технологиялық өңдеулерден өтіп, оттегімен байытылады. Табиғатымен талайды тамсандырған қазақ жері де емдік қасиеті мол бұлақ суларына бай. Иә, балалар, бұлақ бұл көз, бастау, қайнар, жер бетіне шығып жатқан табиғи жер асты су көзі. Жер асты суларының жер бетіне, кейде су астына өздігінен шоғырлана шығатын жері. Ол таулы, қыратты аймақтарда, өзен, көл жағаларында жиі кездеседі.
Бұлақтар әртүрлі белгілері бойынша тума бұлақ, қайнар бұлақ, термалды бұлақ, жалғасты бұлақ және тағы басқа делініп бірнеше топқа бөлінеді. Суы тұщы. Бұлақтар елді мекендерді ауыз сумен, шаруа қожалықтарын керекті сумен қамтамасыз етуге, жер суаруға кеңінен пайдаланылады. Бұлақ үнемі және үзіліспен ағып тұрады. Жайшылықта бұлақ суы суық болады және онда еріген тұздың мөлшері көп болмайды. Балалар, енді оқулықты ашып, таза бұлақ әңгімесін жақсылап оқып шығайық. Және берілген сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, таза бұлақ әңгімесін мазмұндаймыз. Үш жолаушы, бұлақ, шөлдері қанғанша, тастағы жазу, таза бұлақтай бол. Енді балалар, неліктен тасқа жолаушы болсаң, осы таза бұлақтай бол деп жазған. Бірінші және екінші жолаушы тастағы жазуды қалай түсіндіруі мүмкін? Сұрақтарға жауап бер және өз болжамыңды айт. Үш жолаушы неге бірдей ойламады? Сен қай жолаушының пікіріне қосыласың? Пікіріңмен бөліс. Балалар, енді мәтіннен суреттегі бұлақ сипатталған жолдарды тауып оқып, бұлаққа қатысты көркем сөздерді дәптеріңе жазып алыңдар. Кімнің болжауы автордың оймен сәйкес келді? Ыбырай Алтынсарин таза бұлақ әңгімесі арқылы қандай ой салғысы келді? Сұрақтарға жауап бер. Енді балалар, үйден осы мәтінді жақсылап оқып, сұрақтарға жауап беріңдер және берілген тапсырмаларды орындаңыздар. Рахмет.